Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді және де оңай жасалатын картопты рулет жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға картопты үккіштен өткіземіз. Одан соң үстіне 2 жұмыртқа және де қалаңызға байланысты тұз бен бұрыш саламыз. Менде тұз, қара бұрыш және де паприка салдым. Одан соң біздің массаны біркелкі болғанша жақсылап араластырып, формаға салып, қыздырылған пеште 250 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Дайын болған біздің рулетті осылай ыстық күйінде сүзгінің үстіне түсіріп алып, оны рулеттің формасына келтіріп ораймыз. Орап болған соң 10-15 минутқа салқындатып қоямыз. Одан соң біздің рулетті қайтадан ашамыз да және ішіне өзіңіздің қалауыңызша начинкасын саласыз. Менде начинкаға ет және де сәбіз бен пиязды жақсылап қуырмалап, өзімнің қалауым бойынша тұз бұрышын салған болатынмын. Сосын біздің рулетті жайлап орап бастаймыз. Одан соң рулетті пешке тағы да 5 минутқа пісіріп аламыз. Рулеттер дайын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып етіңіз. Ас болсын.